Жу кенеттен тайып кетеді, бірақ Леон оны құлап үлгермей тез көтеріп алады. Ол бірден ол туралы уайымдай бастайды. Содан кейін олар сарайға оралады. Екеуі де қатты күйзеліске ұшырайды. Қызметшілер ханзаданың күзетшісіз қайтып оралғанын байқаған кезде мазасыздана бастайды. Сондықтан олар бірге бір жерге бардыңыз ба деп сұрай бастайды. Сондықтан олар күзетшілерді артта қалдырды. Бірақ екеуі де мұны бір сәтте жоққа шығарады. Бұл қызметшілерді одан сайын күдіктендіреді. Әсіресе олардың жүйкелері анық. Леон жағдайды тез реттеп, Хужуға бөлмесіне демалуға баруын айтады. Ол келісіп, кетіп қалады. Төсекке жатқанда, ол Леон туралы және олардың бірге өткізген соңғы сәті туралы ойлауды тоқтата алмайды. Бұл ойлар оны түні бойы сергек ұстайды. Екінші жағынан, Леон да ол туралы ойлайды. Ақырында ол бөлмесінен шығып, оның есігіне келеді. Худжу оның сол жерде тұрғанын көргенде шошып кетеді. Бірақ ол одан сайын қобалжып, оған жауап бермейді. Леон кетер алдында жай ғана күледі. Келесі күні таңертең Худжу жұмысқа барады. Леон оны көрмеу үшін жасырынып кетуге тырысады. Бірақ ол қазірдің өзінде оның артында келе жатыр. Ол оның атын атаған сәтте, ол дірілдеп, әдеттегідей қайта құлап кете жаздады. Бірақ ол оны дер кезінде ұстап алып, қолынан ұстап алды. Оны көрген бойда қобалжи бастайды да, жұмысқа кешігіп қалдым деп одан қашып кетеді. Леон оның реакциясына күле алады. Кейінірек Хужу шіркеуге барады. Өйткені ол ханзада туралы қаншалықты ойлайтынына шынымен сене бастайды. Бірақ ол сонда болғанда, оған кенеттен Лиян қоңырау шалады. Ол оған үйлену тойына дайындық туралы айтады. Бірақ сол кезде Ли мырза оны шақырады. Худжу Лиянмен сөйлесу үшін телефонды қоюға мәжбүр болады. Бұл оны қатты ашуландырады. Өйткені ол оның жанында кім бар екенін білгісі келеді. Чойланның реакциясын байқап, оны бұл туралы мазақтай береді. Осы кезде Худжу Ли мырзаның көлігімен келе жатыр. Ол көлік жүргізіп келе жатқанда, ол оның күлімсіреп тұрғанын байқап, ханзада сияқты көлік жүргізгенді ұнататынын айтады. Ол Леон туралы айта береді. Бұл Ли мырзаны ашуландырады. Өйткені ол оның Леонға ғашық бола бастағанын сезіне бастады. Оны жұмысқа алып бара жатқанда, ол оған енге қосылмауды ескертеді. Өйткені олар ерте ме, кеш пе ажырасып кетуі керек және ол ақыры ауырып қалуы мүмкін. Хьюджу оның сөзіне ренжіп қалады, бірақ ол мұны жасырса да, оған ғашық болып қалатындай ақымақ емес екенін айтады. Ол өзінің кеңсесіне жеткенде, Хьюджу хатшыға ағасын өзіне әкелуін айтады. Ол оны өз акцияларының мұрагері етуді жоспарлап отырғаны белгілі болды. Сарайға оралған соң, құрметті қызметші жас патшаға ханзаданың үйлену күнін таңдауы үшін күндер тізімін береді. Леон кіріп келеді, ал жас патша оған айдың бірінші күнін таңдауды ойластырып жатқанын айтады. Леон күндерді қарап, әдейі басқа күнді таңдайды. Патша себебін сұрағанда, Леон оған әлі де көп уақыт қажет екенін айтады. Патша келісіп, Леонның пайдасына таңдау жасайды. Содан кейін сахна өз компаниясының филиалдарына баратын Хьюджуға ауысады. Ол барлығына үйленгеннен кейін де сатылымдарды өз бетінше қадағалайтынын ескертеді. Осы кезде ағасы әйелімен бірге кіреді. Худжу жеңгесін көріп таң қалады да, оны мұнда не келгеніне таң қалады. Әйел бірден Худжуға жабысып, оны сағынғанын айтты. Сондықтан ол келді. Бірақ Худжу оған мән бермейді. Содан кейін Худжу ағасына өзінің барлық акцияларын оған беретінін айтады. Бірақ егер ол оны ысырап етсе, ол оны өлтіреді. Осылай деп ол кетіп қалады. Оның ағасы оның компаниядағы акцияларын оған шынымен бергеніне таң қалады. Ал әйелі болған оқиғаға таңданған сияқты. Бір сөзбен айтқанда, Худжу үйлену тойына арналған киімдер дайындалатын жерге барады. Ол жерде Леонды көргенде қобалжиды және ол басқа нәрсемен айналысып жатқандай кейіп танытады. Бірақ Чой оған сыртқа шығып, көйлек киіп көруін айтады. Ол аяқтаған бойда Леон оған жақындай түседі. Ол шошып кетті, бірақ ол тек шашын жөндеп жатыр. Хиджу қатты ұялып қалды. Өйткені бұл бәрінің көз алдында болып жатыр. Ол тез арада көмекшісіне белгі беріп, олардың жұмысқа кешігіп бара жатқанын айтады. Бірақ Чой оның сөзін бөліп, үйлену тойына дейін міндетті медициналық тексеруден өту үшін жақын арада дәрігер келетінін айтады. Ол сондай-ақ ертең оларды әкесінің үйіне шақыратынын айтты. Өйткені дәстүр бойынша күйеуі қалыңдықтың әкесімен амандасуы керек. Хатшы әкесінің бұл туралы бұрыннан білетінін растады. Чой үйлену тойына арналған сыйлықтарды қазір оның отбасының үйіне жеткізетінін түсіндіруді жалғастыруда. Әкесінің үйінде Чой сыйлықтарды тапсырып, жас патшаның жеке өзі жазған патша жарлығын әкесі Худжуға тапсырмас бұрын оқиды. Ол үйлену тойлары әдетте қауіпсіздік шараларына байланысты қалыңдықтың үйінде басталуы керек болса да, оның орнына рәсім қалыңдықтың үйінде, ханзаданың жеке резиденциясында басталатынын түсіндіреді. Әкесінің жүзінен оның бұл келісімді ғана емес, некенің өзін де құптамайтыны анық көрінеді. Бұл арада Худжу ағаның әйелі үйлену тойының ханзаданың резиденциясында өтетініне қуанып, өзінің қиял әлеміне толығымен еніп кеткен сияқты. Бірақ Худжудың әкесі ашуланып, Чойға тез сөйлеп бітуін айтады.
өйткені ол жұмыспен айналысады. Осы уақытта дәрігер Худжуды алдын ала тексеруден өткізіп жатыр. Чой оған кейінірек толық тексеруден өту үшін ауруханаға бару керектігін айтады. Бірақ Йен оның сөзін бөліп, барлығына оларды жалғыз қалдыруды бұйырады. Оның қаншалықты күйзеліске ұшырағанын және өзіне ұқсамайтынын байқағаны белгілі болды. Ол оның жағдайы жақсы ма деп абайлап сұрайды. Хужу оған барлығының көзінше мейірімділік таныта беретініне шағымданады және оған үнемі назар аудара алмайтындай етіп қарайды. Йен күліп, бұл оның әдеттегі келбеті екенін айтады. Сонымен бірге патшайымның көмекшісі оған Лиананың соңғы әрекеті туралы айтып береді және оның бүгін таңертең ренжігенін айтады. Содан кейін патшайым ханзадамен серуендеуге баруды шешеді. Ол Лианмен кездескенде, ол оны бірдеңе мазалап жүр ме? Әлде бұл кешкі ас кезінде Худжу екеуінің арасында болған оқиғаға қатысы бар ма деп сұрайды. Лион мұны жоққа шығарады. Содан кейін ол Худжу екеуінің арасында оны ренжіткен бірдеңе болды ма деп сұрайды. Лион сонымен оның болғанын қалайсың ба? деп жауап береді. Патшайым сөзін жалғастырып, Худжу екеуі бір-бірінен мүлдем басқа әлемнен шыққанын, сондықтан олар ешқашан тіл табыса алмайтынын айтады. Лион, ағам екеуің бір дүниеден келдіңдер деп жауап беріп, оны ұятқа қалдырады. Жақсы араласып кеттіңдер ме? Бірге бақытты болдың ба? Юн оған жауап бере алмайды. Содан кейін оқиға өткенге оралады. Олардың қарым-қатынасы әлі де жақсы болған кезде, патшайым күйеуімен оны өзі қатысқысы келетін іс-шараға ертіп барудан бас тартқаны үшін жанжалдасып қалды. Осы кезде Лиан ішке кіріп, оның орнына онымен бірге жүруді ұсынды. Ол оған әкесі ұрысып қалуы мүмкін екенін ескертті. Бірақ Ян абайсызда әкесі оны әлі де үнемі ұрысып жатқанын айтты. Қазіргі уақытта патшайым оған патша өмірінде ешқашан бақыт болмайтынын айтты. Содан кейін көрініс патша қайтыс болғаннан кейін өткенді еске түсіретін патшайым дұвагерге ауысады. Патша оның қасына келіп, баспасөз патшаның өлімі туралы жақын арада білетінін айтты. Яғни тақ мұрагері таққа отыруы керек. Ол мүлде шыдай алмады және патша ханзада үшін тақтан бас тартқанын айтты. Ол ұлының болашағын қорғауы керек екенін түсіндірді. Сондықтан ол өз ісін жасады. Лион шошып, өрттің артында шынымен тұрғанын сұрайды. Ол мұны өзі растайды және бәрін өртеп жібергенін мойындайды. Кейінірек Лион Худжу мен оның арасындағы неке шартын сейфіне жасырмас бұрын қарастырады. Содан кейін ол патшаның өсиетін, тақтан бас тарту туралы құжатты алып, оны осы уақытқа дейін иеленгенін көрсетеді. Келесі күні Лион мен Худжу әкесінің үйіне барады. Чой оларға сыртта адамдар күтіп тұрғанын ескертеді. Сондықтан олар күлуі керек. Ал Хужу ханзаданың артынан жүруі керек. Хужу әкесімен кездесуге қобалжығаны анық. Ол Чойдан олардың қанша уақыт сонда болатынын үнсіз сұрайды. Чой оған кем дегенде 4 сағат бар екенін айтады. Хужу шошып кетті. Лион мұны бірден байқап, әкесімен қарым-қатынасының қорқынышты екенін түсінеді. Олар келгенде оларды отбасы қарсы алады. Оның әкесі Лионнан Хужуға қамқорлық жасауды және оны қорғауды сұрайды. Әсіресе ол пасторға үйленетіндіктен. Сарай жанжалдар мен жазатайым оқиғалармен танымал. Лион оны қорғайтынына сендіреді. Бірақ Хюгюйжу кенеттен мысқылмен күліп, әкесіне оны жақсы көремін деп көрсетудің қажеті жоқ екенін айтады. Ол апатқа ұшыраған кезде оның жағдайын тексеру үшін тіпті телефон соқпағанын айтады. Әкесі оның сөздерін елемей, оны жетілмеген және надан деп санайды. Худжу қатты ренжіп, көзіне жас ала жаздады. Бірақ ол тақырыпты өзгертіп, үйлену тойында ағасының компаниясының акцияларын сыйға тартқандай, оған үйлену тойына сыйлық беруді жоспарлап отыр ма деп мазақ етіп сұрайды. Ағасы оған бірден үндемеуді бұйырады, өйткені ханзада осында. Хужу орнынан тұрып, кетер алдында өзін өзі басқара алмаған үшін кешірім сұрайды. Әкесі үндемей, оны тоқтату үшін ештеңе айтпайды. Лион орнынан тұрып, оны көруге баратынын айтады. Оның бөлмесіне кіргенде, оның жеңіп алған медальдармен толтырылғанын байқайды. Хужу оған кет деп, тынышталған бойда төменге түсетінін айтады. Бірақ Лион оны елемей, орнына қасына отырады. Ол оның отбасылық қарым-қатынасына осындай қорлықпен куә болғанына ұялады. Лион оған менің отбасым сенікінен де жаман екенін ақырын айтады. Оны жұбату үшін ол әрқашан оның жанында боламын және оған қалағанының бәрін беремін деп уәде береді. Хужу кенеттен одан оны жақсы көретінін сұрайды. Лион шошып кетті. Ол оның мінез-құлқы мен оған деген қарым-қатынасы оны жақсы көретінін сездіретінін түсіндіреді. Лион оны шынымен жақсы көретінін және бұл оның біреуді бірінші рет қатты жақсы көретінін мойындамас бұрын бір сәт үнсіз қалады. Содан кейін ол одан кейін ажырасудан бас тартамын ба деп қорқатынын сұрайды. Ол оны уайымдамау үшін оны жұбатады. Өйткені егер ол оны енді қаламаса, оны ешқашан қасында қалдырмас еді. Содан кейін ол оны резиденциясына қайтарады. Ал өзі сарайға қайтады. Худжу келгенде, қызметшілердің бұл жаңалықты тағатсыздана күтіп тұрғанын көреді. Олардың қатты қуанғаны сонша, олар тіпті тамақ ішпеді. Худжу оларды бірге тамақтануға шақырады. Оның ішінде патшайым жіберген тыңшы да бар. Тыңшы Худжудың оған деген жақсы қарым-қатынасы үшін өзін кінәлі
сезіне бастайды. Келесі күні Леон Ли мырзаға қонаққа келеді. Ли мырза күтпеген жерден келгеніне таң қалады. Бірақ Леон кірген бойда ол Худжаны жақсы көретінін айтудан тартынбайды. Осыған байланысты Ли мырза оның қасында өзін қалай ұстайтынына мұқият болуы керек. Ақыры той күні де келеді. Худжу рәсімге дайындалып, оған ашық қызыл түсті той көйлегін әкеледі. Ол сарайға бұрынғыдай емес, қызыл киіммен кіре алатынына қуанышты. Осы кезде Ли мырза патшайыммен кездеседі. Ол оның жағдайы жақсы ма деп сұрап, оны абдырап қалды. Ол оған кетер алдында өзін өзі ұстай алмайтын күнді күтетінін айтады. Содан кейін ханзаданың резиденциясында үйлену тойы басталады. Худжу пайда болады және оның сұлулығына бәрі таңғалады. Тіпті оның әкесі де толқып кетеді. Худжу Леон оны күтіп тұрған залға қарай бет алады, бірақ жолда өзін өзі ұстамас бұрын сүрініп кете жаздайды. Леон оған үнсіз күледі. Көп ұзамай шенеунік Худжуды Леонның әйелі деп жариялап, олардың некелері туралы хабарлайды. Олар көпшілік алдына шықпас бұрын бірге салтанатты тост айтады. Олардың үйлену тойы теледидардан тікелей эфирде көрсетіледі. Ли мырза бұл рәсімді мұңайып қарап отыр. Патшайым мұны байқап, оған некені бұзу керек екенін айтады. Ол оған тым ұзақ үнсіздік ақыры жарылысқа әкелетінін ескертеді. Біраз уақыттан кейін Леон мен Худжу Ли мырза оларды некелерімен құттықтайды. Бірақ Худжу жауап бермей тұрып, ол кенеттен қатты жөтеле бастайды. Бірнеше минуттан кейін ол бәрінің көзінше есінен танып қалады. Ол уланған сияқты. Патшайым дереу қызметшілеріне патша дәрігерін шақыруды бұйырады. Бірақ Леон кенеттен айналасындағылардың бәріне ашуланып жарылып кетеді. Егер ол Худжумен болған оқиғаның қасақана болғанын білсе, оны жасаған адамды құртып жіберемін деп айқайлайды. Ашуланған хатшы мен Чой бөлмеге баса көктеп кіріп, Худжудың ес-түссіз жатқанын көргенде шошып кетеді. Залдағы фотографтар болған оқиғаның барлығын түсіруді жалғастыруда, ал Леонның жүзінен оның Худжу үшін қаншалықты қорқып, уайымдағаны анық көрінеді. Ли мырза да сол жерде тұрып, шошып кетті. Леон Худжуды тез қолына алып, көлікке отырғызбас бұрын оны сарайдың сыртына шығарады. Журналистер оны бірден қоршап алып, оқиға кездейсоқ болды ма, әлде біреу оған зиян тигізді ме деп сұрайды. Бірақ Леон барлық сұрақтарды елемей, тікелей ауруханаға барады. Ол Ли мырзаға олар үшін жолдарды тазарту туралы бұйрық беріп, көмекшісіне аурухананы күзету үшін корольдік гвардияшыларға нұсқау береді. Осы кезде ранг болған оқиғаның хабарын көргенде, ол мүлдем есеңгіреп қалды. Леон ауруханаға жеткен бойда дәрігерлер Худжудың қан қысымы мен тыныс алуының қауіпті төмен екенін анықтады. Өкінішке орай, ол дәрі-дәрмекке жауап бермейді және жүрек соғу жиілігі төмендей береді. Ақырында дәрігер Леоннан палатадан кетуін сұрайды. Ол оны дәрменсіз, ол үшін ештеңе істей алмай тұрған кезде сыртқа шығарады. Резиденцияға оралғанда көмекші қызметшілерге бәрін сол күйінде қалдыруды бұйырады. Ешбір жағдайда сіз киген немесе жеген үлкен нәрсеге қол тигізбеуіңіз керек. Қызметшілер абдырап қалды, бірақ ол ешкімнің резиденциядан шығуына рұқсат етілмейтінін түсіндіруді жалғастыруда. Содан кейін оның көзі тыңшы патшайымға түседі. Ол үрейлене бастағаны анық. Худжудың әкесі, ағасы және жеңгесі ауруханаға келеді. Оның әкесі бірден Леоннан не болғанын сұрайды, бірақ ешкім жауап бермей тұрып, дәрігер қан анализінің нәтижелерімен шығады. Дәрігер Худжудың қанында әдетте жүрек соғуының бұзылуын емдеу үшін қолданылатын, бірақ шамадан тыс дозада өлімге әкелетін гоксин оның табылғанын хабарлады. Бәрі шошып кетті. Алайда дәрігер оларды удың толық таралуына дейін оны құтқарып үлгергендеріне және ол бірнеше сағат ішінде сауығып кетуі керек екеніне тез сендіреді. Худжудың ағасы ашуланып айқайлайды. Дәрігер олардың барлығын қорқытпас бұрын осы жігерлендіретін сөздерден бастауы керек еді. Осы кезде Худжудың әкесі Леонға бұрылып, оны бәріне кінәлағандай болды. Содан кейін ол бәрін есеңгіретіп, кенеттен Леонды шапалақпен ұрды. Корольдік гвардияшылар алға ұмтылады, бірақ Леон оларды орнында қалуға шақырады. Худжудың әкесі қызымен болған оқиғаны ешқашан салдарсыз қалдырмайтынын айтып, сөзін жалғастырады. Леон сабырмен келіседі және мұны істеген адамнан жеке кек алатынын уәде етеді. Бұл көрініс қатты қобалжыған патшайымға ауысады. Оның көмекшісі ішке кіріп, ханшайымды біреу улап кеткені туралы хабарды жеткізеді. Патшайым есеңгіреп қалғандай кейіп танытып, ештеңе білмегендей әрекет етеді. Осы кезде Ли мырза ашуланып, Леонды іздеп, айналаны аралап шығады. Оны көрген секундта ол Леонның Худжаны ешқашан қорғай алмайтынын және оның қауіпсіздігін бір күнге де қамтамасыз ете алмайтынын білетінін айтып, жарылып кетті. Леон сабырлы түрде жауап береді. Сондықтан ол осында. Олар қызметшілерден бастап корольдік отбасының өзіне дейінгі барлық қатысы бар адамдарды тексереді. Ли мырза корольдік отбасы мүшелеріне қатысты тергеу идеясын мазақ етеді, бірақ Леон табанды болып қалады және ресми түрде бүкіл сарайды толық тергеуге бұйрық береді. Ли мырза патшайымға хабарлаған кезде ол бірден бас тартады, бірақ ол оған оқиғаның сарай ішінде болғанын, яғни барлығы тергелетінін айтады. Патшайым олардың оны тергеуге батылы барғанына таң қалды. Ли мырза бұл ханзада Леонның бұйрығы екенін түсіндіреді. Ол ашуланып, оған Леонның патша емес,
ханзада екенін еске салады. Ли мырза Леонды патшаның регенті деп жауап береді. Бұл оның билігін абсолютті етеді. Кейінірек Ли мырза баспасөз мәслихатын өткізіп, жұртшылыққа ханшайымның ауруханаға жатқызылғанын, бірақ бірнеше сағат ішінде сауығып кетуі керек екенін хабарлайды. Журналистер бұл оқиғаның артында біреу тұр ма деп сұрағанда, Ли мырза тергеудің басталғанын растайды және Хью Чудың әдейі уланғанын анық көрсетеді. Ол сондай-ақ барлық қатысы бар адамдарға қатысты толық тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлайды және нәтижелерге ешқандай сыртқы күш әсер етпейтініне уәде береді. Князьдің резиденциясына оралғанда барлық қызметшілер, тіпті Худжудың көмекшісі де жауап алу үшін қамауға алынды. Худжудың аурухана бөлмесінде Чой Худжудың ағасы және оның әйелімен бірге отырады. Олардың әңгімесінен бұл корольдік отбасы мүшелерінің тарихта бірінші рет тергеуге алынғаны белгілі болды. Чой олардың қатысуына қатты ренжігені анық және олар ешқашан кетуді жоспарлап отырма деп тікелей сұрайды. Хужудың ағасы әкесі Хужу оянғанша кетпеуді бұйырды деп жауап береді. Өйткені ол оған алаңдайды. Дәл осы сәтте Хужу ақыры есін жиып, барлығы қатты қуанады. Бұл арада Леон әлі сарайда тергеу жүргізіп жатыр. Оған қызметші жүгіріп келіп, Хужудың оянғанын хабарлады. Леон дереу ауруханаға жүгіреді. Оны көрген бойда оны өзіне тартып, барлығының көзінше қатты құшақтайды. Өйткені ол қазір оның әйелі. Жылап отырып, оның жақсымы деп сұрайды. Хужу оның жылап тұрғанын көріп, шошып кетеді. Өйткені оның бәрін білмейді. Ол ес-түссіз жатқанда ол үшін жасады. Леон оны мәңгілікке жоғалтқанына шынымен сенгенін мойындады. Хужу оны ақырын жұбатып, қазір жақсы екенін айтады. Ол одан нақты не болғанын сұрайды, бірақ ол жауап бермей тұрып, Ли мырза кіріп жатыр ма? Өйткені олар тергеу үшін Леоннан жауап алу керек. Леон кетіп қалады, бірақ Чойға Хужудың қасында болуды бұйырады. Оны ешқашан жалғыз қалдырмаңыз. Чой оны қорғайтынына сендіреді. Тергеу барысында офицер Леоннан Хужуда қандай да бір ерекше белгілерді байқағанын, немесе оның қандай да бір аурумен ауыратынын сұрайды. Леон офицер кем дегенде дәрігердің қорытындысын оқыды ма деп салқын түрде сұрайды. Содан кейін офицер Леон улану үшін қолданылған затты таныды ма деп сұрайды. Оны улап ал. Леон мұны шынымен білетінін мойындамас бұрын бір сәт үнсіз қалады. Өйткені бұл оның кейде өзі қабылдайтын дәрісі. Хужудың бөлмесіне оралғанда, ол Ли мырзаға үйлену тойы кезінде сүрініп кеткеннен кейін стақандар кездейсоқ ауыстырылып, оның орнына бір стақан Леон ішкенін айтқан кезде, ол бәрін таң қалдырады. Дәл осы сәтте ол өзінің шынайы мақсаты ешқашан болмағанын түсінеді. Біреу Леонды өлтірмек болды. Худжу бірден ол үшін қорқа бастайды және оны көргісі келеді. Өйткені ол оған әлі де қауіп төніп тұрғанын біледі. Бұл арада тергеу барысында Леонның оның құрбан болғанын бұрыннан білгені белгілі болды. Егер ол уды өзі ішсе, ол өлетін еді. Ауруханаға қайта оралғанда Юджу өз бөлмесінен шығуға тырысады. Бірақ Чой оның жолын бөгеп, бұл ханзаданың бұйрығы екенін айтады. Оның қауіпсіздігі бірінші орында. Содан кейін Ли мырза келіп, Леонды жеке тексеретінін айтады. Ол өз бөлмесіне оралып, демалуы керек. Сюжет патшайымға өтеді. Оның көмекшісі оған ханзаданың резиденциясында тінту жүргізіліп жатқанын хабарлайды. Тіпті олар мінген көліктер де тексеріліп жатыр. Тергеу аяқталғаннан кейін Леон ауруханаға оралып, Ли мырзаның оны сол жерде күтіп тұрғанын көреді. Ли мырза оған сарайға қайту керектігін айтады. Леон әйелінің ауруханаға жатқызылғанын айтып, бас тартады және ол бірінші кезекте қалай кетуге болатынын сұрайды. Ли мырза сарайда олар үшін қазір қауіпсізірек екенін түсіндіреді. Әсіресе Хеджи ертең жазылып, сонда да қайтып келетіндіктен. Ол Леонға жақындап, егер ол жерде болып жатқан барлық нәрсені бақылауда ұстағысы келсе, оның сарайда болуы өте маңызды екенін үнсіз айтады. Леон ақыры келісіп, сарайға қайтады. Ол жерде болған соң, ол қызметшіге патша күзетін күшейтуді және көптеген қызметшілерді ауыстыруды бұйырады. Ол қандай жағдай болмасын әйелін қорғайтынын мәлімдейді. Келесі күні таңертең Хужу өз бөлмесінде дәрігер мен Чоймен бірге. Ағасының әйелі келгенде, Хужу бірден оның не үшін келгенін сұрайды. Әйел оны көруге келгенін айтып, Леон да Худжудың әкесі де оның қасында қалуын өтінгенін айтады. Худжу Леонның ол үшін алаңдағанын естігенде жасырын түрде қуанады. Дәрігер Худжудың жағдайы жақсарғанын хабарлады, бірақ ол сарайға оралған бойда әлі де бақылауды қажет етеді. Сәл кейінірек Худжу журналистердің көзінше ауру болып көріну үшін әдейі макияж жасап жатыр. Өйткені ол бақ оның дені сау болып көрінетінін көрсе, оны кейіп танытты деп айыптайтынын біледі. Келіні оған камералар алдында аянышты және нәзік көрінуге кеңес береді. Худжу бұл кеңесті мүлтіксіз орындайды. Сыртқа шыққан бойда ол аздап жөтеле бастайды және оның суреттері жан-жаққа тарап кетеді. Ол керемет, нәзік және бақытсыз көрінеді. Оның компаниясы бұл суреттерді жұртшылықтың көзайымына айналдыру үшін бірден пайдаланып, оны қатыгез сарайда қамалған бейшара қыз ретінде көрсетеді. Көп ұзамай қоғамдық пікір оның пайдасына өзгеріп, патшайымды жүрексіздік пен деспотизм үшін айыптайтын әңгімелер тарай бастайды. Патшайымның өзі мақалаларды оқып, жай ғана күледі. Худжу сарайға қайтып келгенде, патшайым оны қарсы алу үшін көшеге жеке шығады. Патшайым оған қауіпсіздігі үшін әрбір тамақ енді мұқият бақыланатынын айтады. Бірақ Худжу
оны мүлдем елемей, тікелей қанатына қарай бет алады. Ішінде ол өзін күтіп тұрған жас патшаны тауып алады, өйткені ол уайымдады. Худжу оны жұбатады және шындықты айтудан бас тартады. Оның орнына іші ауырып, есінен танып қалды деп мәлімдейді. Көп ұзамай Леон пайда болып, жас патшаны қарсы алады. Содан кейін бірден қызметшіге кімнің кіруіне және кімнің кіруіне рұқсат етілмейтіні туралы қатаң нұсқаулар береді. Бұл Хью-Чудың қанаты. Хью-Чу қауіпсіздік қызметінің шексіз бұйрықтарынан қатты қиналады. Ақырында ол Лиананы ақырын шақырады да, оған көзді жасына толы көздермен қарап, олар жалғыз қала ала ма деп сұрайды. Оның бет әлпеті оны бақылап отырғандардың бәріне, әсіресе Лиананың өзіне қатты әсер етеді. Ол бірден мазасыздана бастайды және барлығына бөлмеден шығуды бұйырады. Олар жалғыз қалғанда Хью-Чу оған оны қорғамау керектігін айтады. Олар оны қорғауы керек, өйткені ол нағыз нысана. Леон сабырлы түрде бұл туралы бұрыннан білетінін айтады. Ол оның қаншалықты сабырлы екеніне таң қалды. Сондықтан Леон оған шынымен қауіп төнген жағдайда ғана үрейленетінін түсіндіреді. Худжу оған шошып қарап тұр. Көздері жасқа толып кетті, өйткені ол үшін шынымен қорқады. Ол оған бірдеңе болып қалса, онымен ажырасуға ешқашан мүмкіндігі болмайтынын айтып, ол үшін қаншалықты қорқатынын жасыруға тырысып, оны жеңіл ұра бастайды. Леон оның сөзіне үнсіз күледі. Дәл осы кезде менің кабинетінде той стаканының зертханалық зерттеулерінің нәтижелері шықты. Олар стаканда Хью-Чу сияқты удың бар екенін растайды. Ли мырза Хью-Чудың ауруханада жатқан сөздерін бірден есіне алады және лаңға шынымен қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Кейінірек менің кабинетіне тыңшы патшайымның көмекшісі кіреді. Осы уақытта сарайда Чой Хужудың көмекшісінің қасында жүріп, өз өмірі туралы жайбарақат сөйлеседі. Хужудың көмекшісінің оған деген сезімі пайда бола бастағаны белгілі болды және ол да солай сезінетін сияқты. Келесі күні барлығы іс-шараға қатысуға дайындалуда. Бір кездері Леон мен Хужу болған мектепте шәкіртақылар мен марапаттар таратылатын іс-шара өтеді. Хужу кіріспе сөз сөйлеу керек. Әдеттегідей, Чой оны корольдік қауіпсіздік нұсқауларымен толтыруды жалғастыруда. Ол Леонмен бірге келген бойда бірден елемейді. Сол кезде менің кабинетінде оның көмекшісі кенеттен оған бірдеңе көрсетеді. Бір таңқалдыратын нәрсе, бұл үлкен мәселе бар екенін анық көрсетеді. Іс-шараға оралған Леон мен Хью-Чу премьер-министр Ли мырзаның кешігіп келетінін білді. Хью-Чу өз сөзін бастайды және оның жылуы мен әзіліне ынтамен жауап беретін студенттермен әзіл қалжыңмен сөйлеседі. Содан кейін Чой кенеттен телефонына хабарлама алады. Мұны оқыған секундта ол бозарып, бірден Леонға көрсетеді. Оның реакциясы да сондай қорқынышты. Бұл арада Хужу студенттердің кенет алаңдап, бір-бірімен сыбырласып жатқанын байқағанша сөзін жалғастырады. Содан кейін, ескертусіз, тілшілердің үлкен тобы ішке кіріп, Леон екеуінің арасындағы неке шарты туралы сұрай бастайды. Худжу үрейленіп, қорқып артқа шегінеді, бірақ Леон бірден оның алдында тұрып, оны денесімен жауып тастайды. Ол оған тек өзіне қарап, айналасындағылардың бәріне мән бермеуін айтады. Содан кейін ол оның қолынан ұстап, оны осы хаостан алыстатады. Көшеде олар Ли мырзамен бетпе-бет келеді. Оның қазіргі кездегі ең үлкен алаңдаушылығы оларды мектептен қалай қауіпсіз шығару керектігін анықтау. Бірақ Хужу бүкіл ғимарат қазірдің өзінде журналистермен қоршалғанын түсіндіргенде, оны таң қалдырады. Ал олар өздері мас. Леон бірден алдымен жалғыз кетемін деп шешті. Бірақ Хужу бас тартты және оған ештеңеге қарамай бірге болу керек дегендей қарады. Хатшы мен Чой көлікке аман есен жеткенше корольдік күзетпен күзетіліп бірінші болып кетеді. Қашып бара жатқанда Хужу мен Леон кенеттен олардың әлі де қол ұстасып тұрғанын түсініп, екеуінде абдырап қалды. Мектепке оралғанда Ли мырза оларды сол жерден аман есен шығарудың жолын ойлап табуға тырысады. Осы уақытта Хью-Чу барлық жерде соңғы жаңалықтарды байқайды және туралы айтады. Ол не істерін білмей, адасып, күйзеліске түсе бастайды. Леон мұны бірден байқап, оны тыныштандыру үшін оның қолынан ақырын ұстап, оның жағдайы жақсымы деп сұрайды. Мұның бәрі Ли мырзаның көзінше болып жатыр. Ол олардың қаншалықты жақын болғанын көргенде қатты ренжіді. Олар ақыры оңаша қалғанда Ли мырза олардан басқа біреу неке шарты туралы білді ме деп сұрайды. Оған бұл туралы тек көмекшісі ғана білетінін айтады. Ли мырзаның айтуынша, қазір ең қауіпсіз шешім үндемеу және жағдай реттелмейінше бақ хабарламаларына жауап бермеу. Бірақ Леон үнсіздіктің кері әсер етуі мүмкін екенін ашуланып, бұл идеяны бірден жоққа шығарады. Ол келісім шарт бастапқыда жалған болуы мүмкін болса да, қазір бәрі өзгергенін түсіндіреді. Яғни ол Хужуды шынымен жақсы көретінін және онымен бірге болғысы келетінін білдіреді. Ли мырза Леонның шынымен де көпшілік алдына шығып, алғашында барлығын жалған некемен алдағанын мойындауды жоспарлап отырмы деп сұрады. Содан кейін ол ең ауыр сұрақты қояды. Лиан олардың 3 жылдан кейін ажыраспайтынына кепілдік бере ала ма? Дәл келісімшартта жазылғандай. Лиан да, Хужу да оған жауап бере алмай үнсіз қалады. Содан кейін оқиға Хужудың ағасына ауысады. Ол жаңалық барлық жерде тарағаннан кейін Хужудың бастапқы жоспары туралы біледі. Ол ашуланды, өйткені олардың отбасы мен серіктестігінің беделі құлдырап жатыр. Бірақ оның әйелі әлі де Хью-Чу мен Ханзада бір-бірін шынымен жақсы көретініне сенеді. Ол мұның бәрі енді маңызды емес екенін айтып, оған ренжіді, өйткені олардың бүкіл отбасы жиналды. Ол бұзылып жатыр. Сонда одан да үлкен апат болады. Хужу сарайдағы өрттің басты күдіктісі болды деген қауесет тарады. Адамдар оның Ханзадамен қарым-қатынасы оны жазадан құтқарды дейді. Осыған байланысты қоғамдық пікір оларға мүлдем қарсы. Сонымен бірге Худжу мен Леон бірдей жаңалықтарды бірге көреді. Худжу оған тағылған шексіз айыптауларға жауап бере алмай,
үнсіз отыр. Бұқаралық ақпарат құралдары тіпті оның күйреуі жұртшылықтың көзайымына айналу үшін жасалған деп мәлімдейді. Ли мырза кіріп, оларға тез арада сарайға оралу керектігін айтады. Сарайға оралған патшайым наразылықтарды тоқтату мүмкін емес екенін сабырмен айтады. Ол халықтың оны қалай жақсы көретінін көргенде бақытты болып көрінеді. Леонға деген махаббат өшпенділікке айналды. Содан кейін ол көмекшісіне жиналыс бөлмесін дайындауды тапсырады. Өйткені ол бүкіл корольдік отбасын жинауға ниетті. Біраз уақыттан кейін Леон мен Хью Джу сарайға келеді. Хатшы мен Чой оларды бірден мәжіліс залына апарады. Ішке кіргеннен кейін Леон патшайымға бүкіл корольдік отбасын шақырудың қажеті жоқ екенін айтады. Бұл отбасы және бұл мәселені екеуінің арасында жеке шешуге болатынын айтады. Патшайым ашуланып, олардың барлығын ұятқа қалдыруға және корольдік отбасын ұятқа қалдыруға қалай батылы барғанын сұрайды. Содан кейін ол Худжуға бұрылып, оның мәртебесі бойынша олардан төмен екенін және ешқашан олардың қатарында болмағанын айтып, оны қорлауды жалғастырады. Леон Худжуды қорғамақшы болады, бірақ Худжу оны үнсіз тоқтатады. Ол өзі. Содан кейін патшайым екеуін де мәжіліс залынан қуып жібереді. Леон ашуланып кетіп қалады, ал Худжу оның қаншалықты ашуланғанын көріп, мазасыздана бастайды. Келесі күні таңертең ассистент компанияның барлық бөлімшелері шығынға ұшырап жатқанын көреді. Содан кейін Чой пайда болады. Бұл жаңалық одан да сорақысы. Ол оған Хужу өзінің күйреуін қолдан жасады деген жаңа мақала шыққанын айтады. Сарайдың сыртында ханзада мен ханшайымның сыртқа шығып, көпшілік алдында кешірім сұрауын талап ететін наразылық білдірушілер көп. Осы уақытта премьер-министр Ли мырза сарайға келіп, Леонмен кездеседі. Ол барлық қауесеттер мен айыптаулардан кейін ақыры шегіне жетті. Леон Ли мырзаға мұның бәрін жеке өзі аяқтайтынын айтады. Ол неке келісім шарт жасасудан басталған болуы мүмкін, бірақ Хью Джу мен оның арасындағы барлық нәрсе ақыры шындыққа айналғанын мойындайды. Содан кейін Ли мырза одан тақты басып алуға шынымен ниеті бар жоғын тікелей сұрайды. Леон оған салқын қарап, егер мен мұны жоспарласам, мен саған бұл туралы шынымен айтар едім, деп жауап береді. Ли мырза патшалыққа халықтың қолдауына ие емес, патшаның қажеті жоқ екенін түсіндіреді. Содан кейін ол жас патшаның басқаруындағы регенттік міндеттерінен бас тартуды сұрайды. Бірақ содан кейін бұл оқиғаның артында кім тұрғанын көрсету үшін оқиға 5 күнге созылады. Ли мырза Худжудың улануын зерттеп, оның шынымен уланғанын анықтаған кезде тыңшы патшайым оның кабинетіне кірді. Ли мырза оның сол күні кешке сусын беруге жауапты екенін бұрыннан білетін. Ақырында ол оның ханзаданың стаканына у құйып жатқанын көрді. Алайда ол оның улы екенін ешқашан білмегенін және оны ақшаға зәру болғандықтан ғана жасағанын айтады. Ли мырза есеңгіреп қалды. Ол Леонмен проблемалар туындауы мүмкін екенін айтты, бірақ оны ешкім өлтірмек болған дәрежеде емес. Содан кейін Ли мырза патшайыммен кездесуге барады. Ол оған тыңшы өзінің әкесі Рунгтан ақша алғанын мойындағанын айтады. Бұл патшайымның өзін де күдікті етеді. Патшайым шошып кетті, бірақ Ли мырза Леон әлі ештеңе білмейтінін айтады. Содан кейін Ли мырза кетер алдында патшайымға улану әрекетінің артында әкесі тұрғанының дәлелін береді. Патшайым дереу әкесімен кездесуге асығады және оған дәлелдерді көрсетеді. Мұны көрген патша шошып кетті. Патшайым ханзаданы өлтіру туралы қалай ойлайтынын сұрап, әбден ашуланады. Өйткені егер шындық ашылса, олардың бәрі жойылып кетер еді. Бірақ Ранг оған ашуланып, Леонның жоғалып кету керек екенін айтады. Содан кейін ол оған патшаның өліміне адамдар оның жауапты екенін білсе, оның да құрдымға кететінін ескертеді. Оның сөздерінен оның ешқашан патшаны өлтіргісі келмегені анық көрінеді. Оның жалғыз мақсаты Леонды тақ мұрагері етіп тағайындау туралы патша жарлығын өртеу болды. Бірақ күтпеген жерден бүкіл ғимарат өртеніп кетті. Осыдан кейін патшайым Ли мырзаға барды. Неге ол Леонға тікелей көрсетудің орнына оған дәлелдер келтірді деп ойлады. Ол мұны істеді ме деп сұрайды. Өйткені ол Юджаны өзі үшін алғысы келеді. Ли мырза үндемей отыра береді, ал патшайым оның дұрыс екенін бірден түсінеді. Содан кейін ол неке шартын алып тастап, оның жария етілуі елді хаосқа ұшырататынын, бірақ Юджудың өзі зардап шекпейтінін айтады. Ли мырза келісім шартты ешқашан жария етпейтінін айтады. Бірақ патшайым бұл Леонды жоюдың жалғыз жолы екенін және Леон құлағаннан кейін Ли мырза ақыры мүмкін екенін түсіндіреді. Оның Юджаны өзіне алуға мүмкіндігі бар. Содан кейін оқиға қазіргі уақытқа оралады. Ли мырза Леоннан регент қызметінен кетуін сұраған сәтке оралайық. Леон мазақ етіп күледі және оған оның өкілеттігі оны талап ету үшін жеткіліксіз екенін айтады. Бірақ Ли мырза ол тек тәжді қорғау міндетін атқарып жатыр деп жауап береді. Осы уақытта Чой Хью Джуға Ли мырзаның Леонға айтқан сөздері туралы айтып береді және Ли мырзаның шекарадан өткенін мойындайды. Әсіресе осындай қиын уақытта. Содан кейін қызметші келіп, Худжуға патшайымның оны көргісі келетінін хабарлайды. Худжу патшайыммен кездескенде, патшайым оған Леонмен болған жағдайдың бәріне өзі кінәлі екенін және оның қолында бардың бәрін жойғанын айтады. Содан кейін ол Худжудан ханзада оған үйленгені үшін не алғанын сұрайды. Худжу салқын түрде, келісімшартты оқымадың ба деп жауап береді. Содан кейін ол патшайымға Леонның одан ештеңе сұрамағанын айтады. Осыны айтқан соң Худжу ренжіген анық. Сонымен бірге көмекші Леонға асығады да оған тез арада жас патшаға баруды бұйырады. Өйткені дәреже сол жерде. Оны бұл оларға Леонды сарайдан қуып жіберуге мүмкіндік береді. Біз корольдік палаталармыз. Жаратқан ие жас патшаға Леонның тәжді бұзатынын және оны тез арада алып тастау керектігін айтады. Жас патша бас тартқан кезде жаратқан ие оған айқайлай бастайды. Ол Леонның оған менсінбейтінін және адамдар тіпті Леонның өз ағасын өлтіргеніне сенетінін айтады. Кішкентай патша көзіне жас алады. Дәл осы сәтте Леон пайда болады. Лордтың балаға айқайлап жатқанын көрген бойда, ол оған қатты шабуыл жасап, патшаны қалай құрметтемеуге батылы баратынын түсіндіруді талап етеді. Леон құрметті қызметшіге жас патшаны көшеге шығаруды бұйырады. Содан кейін ол лордты ұстап алып, егер ол шынымен де сарайдан шығарылғысы келсе, алдымен оны өлтіруге тура келетінін ескертеді. Осы кезде Худжу пайда болып, Леонды қатты тыныштандырып,
лордты жіберуін өтінеді. Леон оны жіберген бойда ол бірден жылап жатқан жас патшаны жұбатуға барады. Леон кенеттен 3 жыл бұрынғы оқиғаларды есіне алады. Содан кейін ол үлкен ағасы қайтыс болғанға дейін жас патшамен ойнады. Леон патшайым мен оның ағасы арасындағы жанжалдың жасырын куәгері болғаны белгілі болды. Оның барысында патша тақты лаңға беретінін мойындады. Кішкентай бала да бәрін естіп, патшайым әкесіне ашық түрде өлім тілеген кезде жылай бастады. Қазіргі уақытқа оралғанда Лиан жылап жатқан сәбиді құшақтап, оның әрқашан қасында болатынына сүйіспеншілікпен уәде береді. Сол түні Худжу Леонға барып, одан бас тартпауын өтінеді. Оның айтуынша, егер ол шынымен де жақсы көретін нәрсесін қорғағысы келсе, ол үшін күресуді жалғастыру керек. Басқа жерде Чой хатшыдан өзіне ұнайтын нәрселер туралы сұрайды. Ол үнсіз қалады, жауап бере алмайды. Өйткені ол өмір бойы басқаларға қамқорлық жасады және бұрын соңды ешкім өз қалауы туралы сұрайтындай қызығушылық танытпаған. Келесі күні Худжудың ағасы оған прокуратура компанияның директорлар кеңесінің әрбір мүшесіне қатысты тергеуді бастағанын және оны жүргізуді жоспарлап отырғанын хабарлайды. Олардың әкелерін де жауап алуға шақырыңыз. Худжу бірден көлігімен кетіп қалады. Ал Чой абайсызда жылдамдықпен келе жатқанда оның қасында қобалжып отырады. Ақырында ол Ли мырзаның кеңсесіне келіп, дағдарысқа байланысты не істеу керектігін сұрайды. Ли мырза оған ештеңе істемеу керектігін айтады, өйткені ол оны өзі қорғайды. Бірақ Хужу ашуланып, оның қорғауын қаламайтынын айтады. Содан кейін ол ақыры шындықты мойындайды. Ол ханзаданы жақсы көреді. Ли мырзаның кеңсесінен шыққаннан кейін ол отбасының үйіне барады. Оның қателіктерін мойындап, бірақ оған көмектесуін өтініп, еденде отырғанын көргенде оның бүкіл отбасы шошып кетті. Әкесі орнынан тұрып, кімді құтқарғысы келетінін өзін немесе ханзаданы сұрайды. Худжу ханзаданы құтқарыңыз деп жауап беруден тартынбайды. Мен өзімді құтқара аламын. Отбасындағы барлық адамдар оның өзінен басқа біреу туралы бірінші рет ойлағанына таң қалды. Бұл арада Леон хатшыдан Ли мырзаның оны барлық корольдік міндеттерінен уақытша шеттетуге бұйрық бергенін біледі. Леон одан бұл туралы Хьюге айтпауын өтінеді. Бірақ сол түні Хьюджу сапарынан отбасына оралғанда Леон кенеттен ажырасуын сұрағанда қатты таң қалады. Хьюджу әкесінен Леонды құтқаруға көмектесуін өтінген кездегі оқиға өткенге оралады. Әкесі оған жағдайдан шығудың жалғыз жолы ажырасу екенін айтты. Ол оған тек билікті қалайтын ашкөз әйелге ұқсау керектігін түсіндірді. Осылайша Леонға шабуыл жасаған адамдардың оған қарсы ештеңесі қалмайды және ол өз орнын қалпына келтіре алады. Бірақ Худжу Леонға қатты ғашық болды және олардың ажырасқанын қаламады. Ол көзіне жас алып, әкесінен өзін құтқарғысы келсе, не істеу керектігін сұрады. Ол ажырасу оны да құтқарады деп жауап берді. Содан кейін ол Леонға одан да көп зиян келтірмес бұрын өзі қазған шұңқырдан шығуға кеңес берді. Қазіргі уақытқа оралыңыз. Леон бірден шошып кетті де оның не айтып тұрғанын сұрады. Худжу олардың ажырасуы керек екенін түсіндіреді. Ол оған әкесінің қысым астында апатқа ұшырағанын, оның компаниясының акциялары құлдырап жатқанын, тіпті қазір әкесіне қатысты тергеу жүріп жатқанын айтты. Ол бастапқыда оған тек отбасының мұрагері болу үшін үйленгенін, бірақ қазір оның бүкіл отбасы мен серіктестігі соның кесірінен күйреп бара жатқанын айтады. Ол ең аз шығынмен кеткісі келетінін айтады. Леон оған сенуден бас тартады. Ол бірдеңе болды ма, әлде патшайым оны ренжіткен бірдеңе айтты ма деп сұрайды. Хужу ашуланып, бұл оның ісі емес деп жауап береді. Содан кейін ол үйленуге дейін берген уәделерінің бәрі орындалмағанын айтып, сөзін жалғастырады. Оның серіктестігі бұзылып жатыр, отбасының беделі бұзылып жатыр. Тіпті оның өзі де бір кездері патша үшін ең бастысы халықтың сүйіспеншілігі екенін мойындады. Енді ол оны жоғалтты. Да, Леонның бет әлпеті өзгереді. Ол үнсіз оған бұлай істемеуін және оны да тастап кетпеуін өтінеді. Бірақ Хужу оның бәрін жоғалтып жатқанын және енді оның жанында қала алмайтынын айтады. Осыдан кейін Леон бөлмеден қатты күйзеліп шығады. Ол бір кездері үлкен ағасы мұрагер ханзадаға тиесілі бөлмеге кіріп, сол жерде жылай бастайды. Жалғыз отырып, өткенді еске алады. Содан кейін ол сол бөлмеде үлкен ағасымен сөйлесіп, әйеліне қамқор болуды бұйырды. Өйткені оның өмірі қиын болды және ол оған тәуелді болды. Ағасы оның ештеңеге мұқтаж емес екенін айтып күлді. Леон оны қызметінен қашқаны үшін қорқақ деп атады. Ағасы тағы да күліп, өзінің дұрыс екенін мойындады. Содан кейін Леонға үйленгеннен кейін ол ешқашан ол сияқты болмайтынына үміттенетінін айтты. Қазіргі уақытқа қайта оралсақ, Леон қазір басынан өткеріп жатқан азабы сол кездегі ағасының басынан өткерген азабы ма деп ойлайды. Келесі күні таңертең Худжу Леонның кеңсесіне келіп, оның түні бойы жұмыс істегенін сұрайды. Ол салқын түрде иә деп жауап береді және оның не қалайтынын сұрайды. Худжу одан ажырасқандарын жеке өзі жариялауы үшін оның жанындағы келесі кеңес отырысына қатысуға рұқсат беруін сұрайды. Леон сабырмен келісіп, жұмысқа қайта оралады. Кейінірек Чой Леон мен Худжудың ажырасып жатқанын хабарлағанда хатшы аң-таң болып қалады. Ол ханзаданың бұған келіскеніне сене алмайды. Чой кеше түнде Худжумен болған әңгімесін есіне алып, ештеңе айтпайды. Сол кезде Худжу адамдар оны әрқашан некесіз бала деп атайтынын және ұят оны туғаннан бері мазалайтынын түсіндірді. Бірақ ханзада мүлде басқаша болды. Ол Хеннен ажырасуды сұрағанда қолдау көрсетуін өтінді, өйткені бұл Леонды қорғайтын еді. Көп ұзамай Леон мен Худжу корольдік кеңестің отырысына бірге келді. Отырыс лордтың премьер-министр Ли мырзаның ханзададан корольдік міндеттерін тоқтатуды сұрағанын жариялауынан басталады. Бірақ ол жалғастырмай тұрып, Худжу кенеттен қолын көтеріп, барлығының сөзін бөледі. Ол ханзада екеуінің ажырасып жатқанын жариялап,
бүкіл кеңесті таңқалдырды. Жиналғандардың бәрі таңқалды. Худжу тек корольдік мәртебеге ие болу үшін бәрін жоспарлағанын, бірақ енді оның атағын алып тастайтынына мән бермейтінін айтып, жайбарақат сөйлей береді. Ол бір кездері сарайдағы өрт оқиғасына басты күдікті болғанын еске салады. Бірақ ол корольдік отбасының бір бөлігі болғандықтан, оны дұрыс тексеру үшін ешкім мұны істей алмады. Содан кейін ол Ли мырзаға бұрылып, оны патша мәртебесінен айырғаннан кейін оны ақырында тергеуге болатынын сұрайды. Ли мырза олардың мұны істейтінін растайды. Леон оған үнсіз қарап тұр. Оның көздері іс жүзінде ол не істеп жатыр деп сұрайды. Бірақ Хью-Джу бәрібір жалғастырады. Оның айтуынша, ол өртке кінәлі ме, жоқ па? Кем дегенде, бұл Лиананың оған ешқандай қатысы жоқ екенін дәлелдейді. Содан кейін ол Ли мырзаға Лиананың регрессиядан бас тартуын талап етуге ешқандай себеп жоқ екенін айтады. Өйткені ол кінәсіз. Осы уақытта Хужудың ағасы компанияның штаб-пәтерінде Хужу жоспарының бір бөлігі болып табылатын баспасөз мәслихатын өткізіп жатыр. Журналистер оны бірден жасырын неке шарты, үйлену оқиғасы және Хужу оның күйреуін сахналады ма деген сұрақтармен бомбалайды. Дәл сол кезде Хужудың ағасы Хужудың шынымен уланғанын алғаш рет хабарлап, барлығын таңғалдырады. Журналистер шындықты ешқашан білмегендіктен аң-таң. Содан кейін ол неке шартын әркім өзі көргенін көрсетеді. Сондықтан бұл шынымен ханзадаға немесе ханшайымға қандай да бір пайда келді ме? Журналистер бірте-бірте тараптардың ешқайсысы іс жүзінде ештеңе ұтпағанын мойындайды. Хужудың ағасы неке ешқашан жалған болмағанын айтады. Өйткені Леон мен Хужу бір-бірін шын жүректен жақсы көреді. Тілші бірден: олай болса, келісім шартта неге 3 жылдан кейін ажырасу туралы айтылады деп сұрайды. Юджудың ағасы бұл шарттың оның идеясы екенін мойындап, оларды тағы да таңғалдырады. Бөлмедегілердің бәрі аң-таң. Ол тек әпкесі үшін алаңдайтынын және бір күні олардың арасындағы сезім жоғалып кетуі мүмкін деп қорқатынын түсіндіреді. Сарайда ажырасуға тыйым салынғандықтан, ол бұл шартты жеке келісімге қосуды ұсынды. Ол сондай-ақ бұл келісім шарттың ешқашан ресми түрде тіркелмегенін айтты. Содан кейін ол конференцияны аяқтамас бұрын қателігінен туындаған барлық хаос үшін көпшілік алдында кешірім сұрайды. Барлығын Хью-Джу тамаша жоспарлаған. Кеңес отырысына қайта оралған Хью-Джу Леонның оған үйленуінен ештеңе ұтпағанын және олар бәрібір ажырасып жатқандықтан, оның жағдайын тез арада қалпына келтіру керек екенін түсіндіреді. Содан кейін Ли мырза Леонға бұрылып, оның бәрімен келісетінін сұрайды. Леон барлығына ойынды еркін жалғастыруға мүмкіндік бергендей, осы уақыт бойы үнсіз қалды. Содан кейін ол ассистентке бір нәрсені өзі жоспарлап отырғаны анық, өтпейтін өрнекпен қарайды. Кенет патша жарлығымен және тақ мұрагерінің қызыл шапанымен бірнеше ер адам кіріп келеді. Леонның не жоспарлағанын түсіну үшін оқиға ағасының бөлмесінде отырып, оның бәрі ол ойлағандай аяқталмайтыны туралы айтқан сөздерін есіне алған сәтке қайта оралады. Содан кейін Леон орнынан тұрып, тақ мұрагерінің салтанатты қызыл шапандары салынған жасырын қорапты ашты. Содан кейін ол жас патшаға қонаққа барды. Құрметті қызметші оны тоқтатуға тырысты, себебі бала ұйықтап жатыр. Бірақ Леон оны елемей, бәрібір ішке кірді. Ол ұйықтап жатқан балаға үнсіз: мен сенің тағыңды қайтарып жатырмын, деді. Қазіргі уақытта ер адамдар патша жарлығын береді, бірақ жас патшадан емес, Леонның ең марқұм үлкен ағасынан. Бұл марқұм патшаның інісі ханзада Леонның пайдасына тақтан бас тартуының ресми өсиеті. Сонымен бірге жас патша өзінің ағасы ханзада Леонның пайдасына тақтан бас тартқанын көпшілік алдында жариялайды. Ронг мүлде есінен танып, мұның қалай болғанын түсіндіруді талап етеді. Ол жас патшаға асығуға тырысады, бірақ Леон оны салқын түрде тоқтатып, патша жарлығына қарсылық білдіргісі келетінін сұрайды. Дәреже бір ауыз сөз айта алмай қатып қалады. Бүкіл кеңес қатты таңғалды. Бірнеше минут бұрын олар Леонды регрессиядан бас тартуға тырысты. Бұл корольдік міндеттер, бірақ бір сәтте Леон бәрін төңкеріп, жаңа патша болды. Хужу кеңес залынан шыққаннан кейін Леонның соңынан көшеге шықты. Ол сөйлей алмай тұрып, ашуланып, оның сөзін бөліп, оған ешқашан сенбейтінін, оның қолынан келетініне сенетінін айтты. Оны қорға. Сосын оны тастап кетіп қалды. Осы уақытта патшайым не болғанын білгенде, ол толығымен бұзылып кетті. Ол ашуланып, ұлына қарай жүгірді, бірақ бала одан қорыққандықтан, ол өз бөлмесіне қамалып қалды. Патшайым есікті бұзуға тырысты, ал құрметті қызметші өтінді. Содан кейін патшайым қорқып, оны сыртқа шығару үшін бөлмені өртеп жіберетінін айтты. Осы кезде Ли мырза келіп, оған бөлмесіне қайтуды бұйырады. Олардың әңгімесінен кеңес Леонға патша жарлығын ұсынғанда, ол алдымен одан бас тартқаны белгілі болды. Бірақ корольдік рәсімге сәйкес, ұсыныс оны қабылдау міндетті болғанға дейін 3 рет қайталануы керек. Ли мырза патшайымға келесі 2 ұсыныс түспес бұрын Леонды немесе өз ұлын тоқтату керектігін ескертеді. Ол сондай-ақ Худжудың улан өсі қайта ашылатынын айтты. Патшайым бозарып кетті. Содан кейін Ли мырза ақыры өзінің шынайы келбетін көрсетті. Оның өзінен басқа ешкімге мән бермейтіні белгілі болды. Ол патшайымға шынымен қалаған нәрсесін алған бойда одан бас тартатынын салқын түрде айтады. Хью-Джу осы уақытта өз бөлмесінде болған кезде Хью-Джу Леонның сөздерін санасында айналдыра береді. Ол оның сарайдан кеткенін біліп, дүрбелеңге түседі. Өйткені ол болған оқиғадан кейін біреу оған шабуыл жасауы мүмкін деп қорқады. Ол оған қоңырау шала береді, бірақ Леон барлық қоңырауларды елемейді. Худжу оған деген сүйіспеншілігін мойындаған сәтін есіне алып, еріксіз жылай бастайды. Ол оның бар екенін білу үшін оған хабарлама жібере береді. Ол аман есен. Қызметші Худжудың ол үшін уайымдағанын байқап, олардың қандай жағдай болмасын, бір-бірін шынымен жақсы көретінін түсінеді. Содан кейін қызметші сарайдың қақпалары жақын арада жабылатынын үнсіз меңзейді. Худжу оның не айтқысы келгенін бірден түсінеді. Қуанып, сыртқа жүгіріп шығып,
көлігіне секіріп қашып кетпес бұрын қызметшісін құшақтап алады. Ақырында ол Леонды резиденциядан тауып алады. Оны көрген сәтте ол оны жақсы көретінін және ол бұл туралы бұрыннан білетінін мойындайды. Ол ажырасуды тек оны қорғау үшін сұрағанын мойындайды. Леон шындықты бұрыннан білетін. Ол оны кешіреді. Ақыры олар татуласады. Келесі күні таңертең Леон Хью Джуға бәрін, соның ішінде марқұм ағасының өсиетін түсіндіреді. Хью Джу оны толығымен қолдайды және уәде береді. Ол қандай жағдай болмасын онымен бірге болады. Алайда сарайдың сыртында адамдар әлі де наразылық білдіруде. Өйткені патша жарлығы туралы шындық әлі ашылған жоқ. Ли мырза бұл жаңалықтың сарай қабырғаларының сыртына таралуына әдейі тосқауыл қойды. Наразылық білдірушілер Леонның регрессиясын тоқтатуды және Хью Джудың патша жарлығының күшін жоюды талап етуді жалғастыруда. Атағыңды ата. Леон сарайға қайтып келгенде, патшайым оны өзіне шақырады. Ол одан тақтан бас тартуын өтінеді, бірақ оның бұлай жасамайтынын түсінгенде, ол ашуланып, оның неге кенеттен өзгергенін сұрайды. Содан кейін ол өзінің өткенін мойындайды. Ол әкесінің бір кездері Леонды алғашында жақсы көрсе де, мұрагер ханзадаға тұрмысқа шығуды бұйырғанын есіне алады. Патшайым көзіне жас алып, Леонға өзінің армандары мен корольдік отбасына деген сүйіспеншілігін құрбан еткенін айтады. Сондықтан неге ол да бір нәрсені құрбан етпеске? Бірақ Леон мүлдем бей-жай қалады. Ол сабырлы түрде көмекшісіне қоңырау шалып, патшайымды 3 күн бойы бөлмесінде оқшаулауды бұйырады. Өйткені оның психикалық жағдайы тұрақсыз. Бұл арада Ранг жасырын түрде Леонның таққа отыруына жол бермеу үшін бірдеңе жоспарлай бастайды. Ал Ли мырза оған көмектеседі. Келесі күні жас патша анасына қонаққа келеді. Патшайым оған шешімін өзгертпесе, кетуін салқын түрде айтады. Ол әкесінің тақты оған беру үшін не бергенін білмейтінін айтады. Бірақ бала кенеттен көзіне жас алып, бәрін білетінін көрсетеді. Ол бәрін әкесі қайтыс болған күні естіді. Патшайым өмірінде бірінші рет эмоционалды күйзеліске ұшырап, ақыры ұлын құшақтады. Осыдан кейін патшайым әкесінің Леонды өлтіремін деп қорқытқанын есіне алады. Қорқыныштан қорқып, бірден Леонға қоңырау шалады, бірақ ол жауап бермейді. Ол шұғыл түрде көмекшісіне бірдеңе істеуді бұйырады. Сонымен бірге Леон кеңес залында біреумен кездесуді сұрайтын хабарлама алады. Осы уақытта Худжу әкесіне бару үшін сарайдан шығып кетеді, бірақ сыртқа шығып бара жатып, оған көзіне өшпенділікпен қарайтын Рангпен бетпе-бет келеді. Кенет кеңес залында үлкен жарылыс болды. Хью оқиға орнына жүгірмес бұрын қорқыныштан қатып қалады, бірақ хатшының сыртта тұрғанын көргенде шошып кетеді. Өйткені ол хатшының қасында екеніне сенімді болды. Лин. Содан кейін хатшы оған ханзаданың әлі де ішінде екенін айтады. Жалын қазірдің өзінде бүкіл бөлмені шарпыды. Эпизод осымен аяқталады. Алдағы бөлімдерде шығады деп уәде бердік. Олар шыққан бойда оларды бақылаңыз. Жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Сау бол.